Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде әдеттегідей көңілді күн бағдарламасы. Сіздермен бірге Ұлбала Өмірзақова, әріптесім Дәурен Доғдырбай. Бүгінгі студиямыздың қонағы Италияның Неаполь қаласында өткен дүниежүзілік 30-шы жазғы универсиадасында дзюдодан абсолютті салмақ дәрежесінде чемпион атанған Ғалымжан Қырықбаев. Студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім өте тамаша. Біздің әдемі сұрақтарымызға тек шынайы жауап бересіз деген үміттеміз. Олай болса бастайық. Ғалымжан, сіз Қазақстан спортшылар тарихында тұңғыш рет универсиададан қоржынға алтын алып келдіңіз. Осы жеңісіңіз жайлы айта кетсеңіз, алған әсеріңіз қандай болды? Өте қуанышты болдым. Алған әсерім сондай универсиададан алтын ең бірінші болып алғаныма қуандым қатты. Ата-ана бауырларым бәріміз қуандық соған. Осы жеңіс демекші, Қызылорда қаласында өткен қазақ күресінде әлем барысы Айбек Нұғымаровты жамбасқа алып ұрдыңыз. Бұл туралы журналистер жарыса жазуда. Осы жарыс туралы айтып берсеңіз, Айбек Нұғымаров ағамызды жамбасқа алу қалай болды сізге? Қызылорда қаласында ел біріншілігі болды. Сол ақтық бәсекеде Айбек ағамызбен шықтым. Айбек ағамыз білесіңдер, мықты өте атағы шыққан, әлем барысын 2 рет тұтқан, Қазақстан барысын 2 рет тұтқан өте мықты палуан. Оған қарсы шығу қиын болды. Осындай. Бірақ дайындықтың соның арқасында деп ойлаймын. Жеңіске жеткен. Алдағы жоспарларыңыз жайлы айта кетсеңіз. Алдыда жоспарларым көп өте. Қазақ күресінен, дзюдо күресінен жарыстар бар, Құдай қаласа соларға дайындықта. Керемет. Ал енді сіз тек біздің Дулати университетінің ғана емес, еліміздің мақтан тұтар азаматына айналдыңыз. Және дәл осындай чемпионымыздың туған өлкесін, отбасын білгіміз келеді. Сол жайлы айтып өтсеңіз. Мен қазіргі Түркістан облысы Түлкібас ауданында Азаттық ауылында дүниеге келгем. Қарапайым отбасында дүниеге келгем. Ауылдың қарапайым баласын. Ғалымжан, сіз енді қай мектепте оқыдыңыз? Алғашқы ұстазыңыз кім? Сол ұстаздың қандай өзіңізге бойына жақсы қасиеттерді сіңірдіңіз? Әлішер Науаи деген мектепте оқыдым, Азаттық ауылында. 1-4 классқа дейін сынып жетекшім Малика деген апайым болды. Сол апайымды өте қатты жақсы көрдім өзім. Сол апайдан көп нәрселер үйрендік десек те болады. Сол мектеп кезінде балалық шақта бұзық болдыңыз ба? Бұзыққа болдық балалықпен. Бұзық болдық. Спорт залына неше жасыңыздан бастап бардыңыз? 14 жасымнан бастап бардым спорт залға. Спортқа сізді кім баулады? Спортқа өзім қызығушылығыммен бардым. Жолдастарым, достарым барып жүргеннен менде қызығып, солармен бірге ілесіп бардым. Алғашқы бапкеріңіз жайлы айта кетсеңіз. Алғашқы бапкерім ауылда Құрамыс Бекежан деген ағайым бар. Одан кейін осы 2013-тен 2016-ға дейін Ақберген Бақтияр деген ағайдың қол астында жаттықтым. 2016-тан бері жеке бапкерім Жылгелдиев Ғалымжан ағай. Жігітке жеті өнерде аз, жетпіс өнер көп емес дейді. Спорттан басқа бос уақытыңызда немен айналысасыз? Қандай өнерлеріңіз бар? Спорттан басқа ауылға барып өзім достарым бар, солармен бірге атқа мінеміз. Солармен өткен көңілді, маған қызық, демалып қалам. Болар елдің баласы бірін-бірін батырын дейді. Өзіңіз мойындайтын 5 спортшыны айтып бере аласыз ба? Өзім мойындайтын 5 спортшы емес, 2 спортшы айтып кетейін өзім. Елдос Сметов ағамыз және Бейбіт Столаев ағамыз осы Тараз қаласының азаматтары, елдің бәрі таниды. Солардың күнде қасында жүріп, бірге жаттығып жүргеннен кейін өзім елде мойындайды, бізде мойындаймыз. Ғалымжан кім? 3 сөзбен айтып өтсеңіз. Ғалымжан қарапайым ауылдың баласы. Спортқа қанша уақыт көп бөлесіз деген? Аптасында 6 күн, күніне 1 мәрте болады жаттығуымыз. Оқу жаттығу кезінде күніне 2 рет жасаймыз жаттығуды. Азанда кешке. Кейде жаттығу барысында қиналып кеткен сәттер болмай ма? Қиналған кездер? Енді оңайшылықпен жеңіс келетін болса, елдің бәрі спортшы болып, бәрі жеңіске жетер еді ғой. Бәрі қиыншылықпен келеді. Еңбекпен, термен. Сіз әлемнің қанша елінде болдыңыз жалпы? 10-15 шақты елінде болдым. Соның ішінде ұнаған елді айтып бере аласыз ба сізге?
Өзім мен Италияда бірінші орын алғандықтан сол өзіме ыстық болып қалды. Ал басқа елдерде жүлделі болып келе алдыңыз ба? Басқа елдерден ұтылып қалып жүрдім. Құдай қаласа жеңіп келемін. Алдағы күндеріңізге тек сәттілік. Бағана әңгіме барысында дос деп қалдыңыз. Ең жақын досыңыз кім? Достарым өте көп. Оны айта кететін болсақ қазір кеш болды. Балалық шақтан бері келе жатқан досыңыз бар ма қазір? Балалық шақтан келе жатқан достарым бар, иә, олар ыстық болады. Әрқашанда Серік, Жансейіт деген өзім балалық шақтан бері келе жатқан достарым бар. Әрдайым қасымда. Және сізге сабақ пенен спортты бірге алып жүру қаншалықты қиындық тудырады? Қатты қиын емес. Жаттығу кешке болса, сабақ азанда. Бәріне үлгеріп жүруге болады. болады. Біздің университетіміздің тарапынан сізге қандай да бір жеңілдіктер болып жата ма? Иә, жеңілдіктер болып жатады. Ең алдымен университетіміздің ректоры Махметқали Нұрғали ағамызға рахмет, қолдау көрсетіп. Және де Қасым Сұлтан ағайыма рахмет, әрдайым ағалық ақылын айтып, қасымыздан табылады қандай жағдайдан да. Олай болса, біз осы өзіміздің көңілді күн бағдарламасында келген қонақтарымызбен міндетті түрде бір ойын ойнаймыз. Сол сізге де бір қызықты ойын дайындап келдік, және оған сіз мына жерде таблицада көрсетілгендей я немесе жоқ деп жауап бересіз. Осы сөздерді көрсету арқылы біздің сұрақтардың да жауабын бересіз. Ал түсінікті болса, ойынымыз ендеше бастайық. Ақылсыздық пен кемеңгерліктің ұштасуын көргенсіз бе? Тағам әзірлей аласыз ба? Тағам ба? Қатты әзірлей алмаймын, негізі жоқ дейсің. Көппен бірге жүріп, жол тапқанша, жалғыз өзіңіз жүріп, адасқанды жөн көресіз бе? Көппен бірге жол тапқан дұрыс деп ойлаймын. Өмірде бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік беретін болса, өзгертуге тырысар ма едіңіз? Иә. Ақшаны қатты жақсы көресіз бе? Қатты емес, нормально. Орташа жақсы көремін. Иә деп қояйын. Былай да болады негізі. Әуенді көп тыңдайсыз ба? Иә. Құмар ойындарды ойнаған кездеріңіз болды ма? Жоқ, онда ойнаман. Атақты болғыңыз келе ме? Атақты болғым. Жақсы жағынан атақты болғым келеді. Еліміздің көк туын көтерсем ба деген өзім. Керемет. Өзіңізді қатты жақсы көресіз бе? Иә, қатты жақсы көремін. Өтірік көп айтасыз ба? Жоқ. Мүлдем айтпаймын деп айта аласыз өтірікті? Анда-санда. Ұсақ түйек нәрселерге бола ұзақ қамығып жүретін кездеріңіз болады ма? Жоқ, ондай болмайды. Оятқышты таңертең оятқыштың дауысы естіле салысымен бірден тұрып кете аласыз ба? Иә. Шын ғашық болып көргенсіз бе? Жоқ. Өтірік ғашық болған бәрінде десең. Рахмет. Бүгінгі көңілді күн бағдарламасы сізге ұнады ма? Иә, ұнады. Және сіз бағана ойын барысында айтып қалдыңыз, бір нәрсені өзгерткім келсе, өзгертер едім дедіңіз. Нені өзгертер едіңіз? Өзгерткенде өкінетіндей еш нәрсем жоқ. Жоқ, былай мысалы әлем болсын, қоғамды болсын, нені өзгертер едіңіз? Қолыңыздан келсе. Қолымнан келсе ма? Білмеймін. Сіз ойына келіп тұрған жоқ. Біздің телестудияға, оның ішінде көңілді күн бағдарламасына өзіңіздің айтар бір жылы лебізіңіз. Сіздерге рахмет, осындай шақырып қонақ болып отқандарыңызға. Сіздерге табыс тілеймін, алдап. Бұнда жоғары нелерді көре берейіксіз деп. Бүгінгі телестудияға келгеніңізге рахмет сізге. Сізге тек жеңіс тілейміз. Алдағы уақытта тек қазақ елінің көк туын көкке көтеріп жүре беріңіз. Рахмет. Бүгінгі көңілді күн бағдарламасы осымен тамам. Амандықта жүздескенше.